Сәлем қыздар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, иммундық жүйені күшейтетін, құрамында С дәрумені бар, ең бастысы тұмауға және суық тиюге арналған облепиха шайын дайындаймыз. Ең алдымен облепиханы жуып тазалап аламыз. Блендерге салып немесе шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Енді чайнекке сита қойып, видеодағыдай қасықпен езіп отырып, согын шығарып аламыз. Келесі апельсиннің 4 данасын кесіп саламыз. Аздап мята және бал қосамыз. Немесе осындай ақ қант қосаңыздар да болады. Енді кез келген қара шайды саламыз. Алдыңғы ситаны қойып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қасықпен араластырып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі дәрумендер бір-бірімен араласуы қажет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне біздің облепиха шайымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесіде кездескенше.